Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен English Language 4 кітабының 28 және 29 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Exercise 1. Listen, look and say. Бірінші тапсырмада тыңда, қара және айт дейді. Яғни екі әріптің қосындысы бізде қандай дыбыстарды беріп тұр, сол туралы үйретеді. B, L, бұл деп оқылады. C, L, кыл деп оқылады. P, L, пыл деп оқылады. B, R, бір деп оқылады. Және G, R, гір деп оқылады екен, я? Екінші тапсырма complete the words. Бізде бұл жерде сөздерді толықтыр деп тұр. It tells the time дейді. Ол бізге сағатты айтады, я? Уақытты айтады деп тұр. Яғни ол бізде сағат, clock. They are materials. Бұлар бізде материалдар деп тұр. Бірінші ол brick, яғни кірпіш. Және келесіне өтіп кеттім. Екінші пластик, я? Пластик. Және де үшінші they are colors деп тұр. Colors дегеніміз бірінші blue, көк болды. Екіншісі green, жасыл болды. Exercise 3. Listen, say, find and circle the side words. Мына жерде бізде төменде сөйлемдер берілген. Сол жердегі сөздермен бізде мынау ұяшықта берілген сөздермен сәйкестендіруіміз керек, я? It's under the chair. Under деген сөз кездесті. Look at these two lamps. This және two деген сөз кездесті, я? Can you point to the floor? Бұл жерде бізде floor сөз кездесті. Let's color this picture. This және let's сөздері кездесті. Exercise 1. Look and complete. Қара және сөздерді толықтыр деп тұр, я? Бұл жердегі сөздерді толықтырымыз керек. Бірінші көрсетіліп тұр. Tidy the room. Бөлмені тазалау. Келесі бізде ол take out the rubbish. Қоқысты шығару, я? Келесі make the beds. Төсектерді жинау. Одан кейін бізде water the flowers. Гүлдерді суару. Келесі түзі shopping. Дүкенге бару. Және де do the dishes. Ыдыстарды жуу. Exercise 2. Look and number. Екінші тапсырмада бізде қара және сандармен суреттерді сәйкестендір деп тұр, я? 0-ші shout, ол айқайлау. Келесі be quiet, тыныштықты сақтау. Екінші drop leader, яғни қоқыс тастау, я? Екінші сәйкестендіріп осылай жазамыз суретпен сандарды. Үшінші wear uniform, форма кию. Төртінші chew gum, сағыз шайнау. Бесінші make noise, шулау. Дәл осылай белгілеп шығамыз. Exercise 3. Read and choose. Үшінші тапсырмада оқы және таңда деп тұр, я? Біріншісінде can you feed the fish? Сен балықты тамақтандыра аласың ба деп тұр, я? Бұл жерде сұрақ болғандықтан біз яғни қандайда бір іс-қимылға қабілеттілігі бар жоғын сұрап тұрмыз, я? Демек ол жерде can болады. Яғни міндеттілікті көрсетіп тұрған жоқ, маста белгілейтіндей. Бірінші, енді ары қарай кеттік. You mustn't climb on the desk. Сен партаның үстіне өрмелемеуің керек деп айтамыз, я? Mustn't, must деп айтамаймыз. There are 2 boxes on the table. Егер столдың үстінде 2 қорап болса, онда boxes болады. Өйткені there are 2 деп тұр, я? Анда бар 2 деп тұр. Box десек, ол біреу ғана болып қалады. Үшінші, can you do the dishes, please? Сен ыдыс жуасың ба емес? Сен ыдыстарды жуып тастайсың ба, жуасың ба дейміз, ыдыстар, яғни көпшеде айтамыз. Келесі бізде сұрақ болып тұр. Демек, must-ты қоймаймыз, can-ді қойымыз, я? Can I watch TV? Мен теледидар көрсем болады ма деп сұраймыз, я? Келесі, соңғысы the children always listen to the teacher бол деге. Бала емес, балалар, я? Балалар әрқашан мұғалімді тыңдайды дейміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.